Флиппинг саласын кез келген адам бастай алады. Ақшасы бар да, ақшасы жоқ та. Флиппинг саласын бастайсыз ба, застройщиктен, котлованнан бастамаңыз. Менің бірінші сіздерге кеңесім болсын. Кімде ақша бар, өзім білемге салып, ұрынып қалмаңыздар, қыздар. Жұмысыңыз прям 180%-ға көтеріліп, жұмысыңыз жүріп кетеді. 4 миллионыңызды первоначалкаға құйдыңыз, 20 миллионның 16 миллионын сіз 24 айға шашып тастасаңыз, дымда ақша шықпайды, қыздар. Сәлем достар, бүгін бізде YouTube каналымыздың екінші бөлімі жарыққа шыққалы тұр. Керемет тақырып айтайын деп тұрмын, қыздар. Флиппинг саласын кез келген адам бастай алады. Ақшасы бар да, ақшасы жоқ та. Осы видеода толық барлығын детально айтып түсіндіретін болам. Ал давайте кеттік. Ақшасы бар адамнан бастайғы. Ал қолыңызда 50 миллион, 30 миллион, 40 миллион, 20 миллион бар. Сіз точно бастай аласыз. Өйткені бір бөлмелі, екі бөлмелі үйді алып сатуға 100% мүмкіндігіңіз бар. Мысалы, енді комментарияларда маған көп оқырмандарым жазып жатады ғой, Шолпан әпше бұрыннан бизнесмен, ақшасы бар, ой, Шолпан әпше жасамағанда кім жасайды деген сияқтышы. Мен де жоқтан бар қылған адаммын, жоқтан бар қылып, кәсіп жасап, осы нәрсеге келген адаммын, ол рас. Бірақ қыздар, мен қазір өзімнің жасап жүрген флиппинг саласына прям терең анализ жасаймын да, и обучениялар жасап жүрмін, консультациялар беріп жатырмын. Прям нөлде, днода отырған адамның өзімен жұмыс жасап, ақша табуға болады. Енді ақшасы бар адам әрине өте жеңіл. Өйткені сатып алады, квартираны ары қарай сатып жұмыс жасайды. Бірақ сатып алған кезде сіз өте қатты мұқият болу керексіз. Кез келген квартираны барып сатып алуға болмайды. Бұл жерде үлкен анализ бар, қыздар. Мысалы, сіз котлованнан, мысалы, мен осы жерде мен ашып айта салайыншы сіздерге. Мен бірінші жіберген қателігім котлованға ұрынғам. Котлованға қойған кезде ақшаны мен 2 жылға заморозкаға қоям. Енді бұл жерде қазір застройщиктер маған қапа болуы мүмкін, бірақ флиппинг саласында бұл нәрсе өте қате. Өйткені сіз заморозка жасайсыз, барып 20 миллион, 50 миллион, 100 миллионыңыз құйып жүруіңіз мүмкін. Мен тура солай құйғам. Өйткені заморозкада тұрған ақша қимылдамайды. Негізі бизнесте жүрген ақша адамның мынау теласындағы қан құсап, прям айналып тұру керек. Застой болса, точно өлесің ғой. Тұрасында өйткені бір жерде. Сондықтан флиппинг саласын бастайсыз ба, застройщиктен, котлованнан бастамаңыз. Менің бірінші сіздерге кеңесім болсын. Маған келген бүкіл консультацияға, обученияға келген қыздарға мен осыны прям қатты детально түсіндірем. Енді котлованнан алмаймыз, енді анализ жасаймыз. Қалай аламыз, қай жерден, қандай, терезесі қайда қарап тұр, кім, ол пәтер кімдерге арналған, стандарт па, комфорт па, бизнес па, премиум класс па, сіз өзіңіздің деңгейіңізді алдын ала анализ жасап алу керексіздер. Қалай таңдаймыз, қалай жасаймыз, менімен бірлесіп, менің обученияма или консультацияма келіп, ары қарай ақтаруға да болады, жұмыс жасауға дайын болсаңыз. Екінші, тек қана үй алып сатпайсыз, менімен бірге серіктес, инвестор болсаңыз болады. Ақшаңызды саласыз, ештеңеге басыңызды қатырмайсыз, ары қарай квартира алынады, сатылады, оның барлығы заңды, оның барлығы мен үйлестіріп, ұйымдастырып, жасап қойғанмын. Енді қысқаша түсіндіріп өттім, түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға тоже қалдырып отырыңыздар. Кімде ақша бар, барып өзім білемге салып, ұрынып қалмаңыздар, қыздар. Өзім білемге салған өте үлкен қателік екен. Мен оны жасағанмын, мен жасағаннан кейін айтып жатырмын. Сіздер білетін, маған болмаса да флиппингпен айналысып жүрген адамдардан сұрап, болмаса алып сатып жүрген адамдармен, ақша табыс тауып жүрген адамдармен ақылдасып жасаңыздар. Сосын осы жерде кішкене бір не айтып кетейін. Егер сіз застройщиктен наличкаға үй алып жатсаңыз, қолыңызда 100% ақшаңыз тұр, менің скидкаларыммен алсаңыздар болады. 9 миллион, 10 миллион, 12, 15 миллионға дейін, 3 миллион, 4 миллион, 2 миллион болса да ақша ғой, қыздар. Қаншама менің клиенттерім ақшаны ұтқан сәттері болған, өйткені менің үлкен скидкаларым бар, соны пайдалансаңыздар болады. Как өзіміздің қазақ елі, жеріміз, еліміз деп қанымыз бұрып тұрғаннан кейін мен сіздерге бір
қалталарыңызда үнемдеп қалған бір ақша ретінде болсын деп қазір бұл нәрсені де айтып отырмын. Енді ақшасы жоқ адамға өтейік. Ақшасы жоқ адам, үйі бар, ақшасы жоқ адам қалай бастайды? Сіз өзіңіз тұрып атқан үйді осы бизнеске, кәсіпке айландырсаңыз болады. Өйткені мен өзімнің тұрып атқан үйімді сатқанмын, қыздар. Алдыңғы бөлімін өтіп қарасаңыздар, мен полностью өзімнің үйімді сатып, ары қарай флиппинг саласына келгем. Сосын осы жерде бір нәрсені айтып кетейін. Мен бірінші көшкен кезде, қыздар, 2 газель ма болып көшкенмінші. Қазір мен өзімнің жеңіл машинамен 3 сумкамды алып, бала шағам өзінің затын, жолдасым өзінің затын алып көше саламыз. Көшу біз үшін прям жеңіл. Көп адам айтады, Шолпан, қалай шаршамайсың сен, қалай? Көшу деген катастрофа кәдімгідей ше. Өйткені үйде мусор көп қой, қыздар. Өзі айтып тұрғандай, үй деген сияқты үйе береміз ғой, керегі бармай, керек емесі бармай, еще тастамаймыз ғой, оны бермейміз. Енді айта алмаймын. Ол нәрсенің барлығынан өттім. Әр үйді сатқан сайын, әр үйге жаңа нәрсе келген сайын өсу деңгейі, адамның жаңару деңгейі өте үлкен. Мен бұны прям смело, күштілеп, бір бөлек тақырып қылып айта аламын. Өйткені мен үйді сатқан кезде, қыздар, ештеңе алып кетпеймін мен. Мен только киімімді, өзімнің кейбір пәтерлерімде, алдыңғы білесіздер ғой, Клубный дом 39-те менің оқырманым болсаңыздар, инстаграмыма кіріп көріңіздер. Прям мен кухняға бүкіл блендер, бүкіл техникамды, соковыжималкамды, бүкіл затымды кухняның цветіне үйлестіріп, голубой цвет қылып жасағым. Сол үйдің хозяйкасына мен просто сыйлап кеттім. Сізге осы менен бір сый болсын деп. Әр пәтерімде, әр үй алған адамға үйден зат сыйлап кетем. Үйден болмаса да сырттан зат сатып алып сыйлап кетем. Өйткені мен жаңағы бүкіл техникам не үшін сыйлап кеттім? Мен басқа үйге барып голубой кухня жасау керекпін. Ол нәрсе оған үйлесу керек. Или ол мусор болып бір жерде жиналып тұру керек. Маған ондай керек емес. Мен клиентке сыйлап подарить етіп кеттім. Сыйлыққа ол кісі вообще прям бүйтеді ғой маған үйді алған кезде. Шолпан, мен бірінші үйді көруге келген кезде осы блендер, чайник барлығын сізге беріп кетем. Өйткені осы үйдің несі осыған не қылып тұр, мен оны басқа жаққа барып қолданамаймын. Әпше сізге бұл сыйлық деп айтқан кезде мен сіздің осы сөзіңізге бола осы пәтерді сатып алдым деп маған айтқан. Сіздерге бір кеңес болсын, лайфхак болсын. Ал енді достар, осы жерде қатты қорқып тұрсаңыздар, қалай үйімді сатам, қимастық көп қой бізде. Ой, пырмай, шіркінай, үйімізді қимаймыз. Или күйеуім көнбейді, енем көнбейді, ата-анем көнбейді, анау мынау. Оның барлығымен сөйлесуге болады, түсіндіруге болады. Барлығын әдемілеп сөйлесіңіздер. Прям сатқыңыз келіп, желанияңыз ашылып, жоқ, мен флиппингпен айналысам, мен үйімді жаңартқым келеді, жұмыс жасағым келеді десеңіз, қорқыныштарыңыз болса, маған келіп, маған хабарласыңыздар. Мен сіздермен барлық процесті, ойымды бөлісіп, сіздің қорқынышыңызбен жұмыс жасауға да дайынмын. Ал енді, қыздар, давайте енді үйі де жоқ, ақшасы да жоқ, адам не істейді? Ол адамды жасай алады. Ол адам қалай жасай алады? Вот осы адамдар ақша жинауды, мақсат қоюды білмейді. Енді бұл адамдарға мен былай айтар едім. Давайте, қыздар, мақсат қоямыз, ниетімізді жаңартамыз, мақсатты әдемілеп жазамыз. Бір жылдан кейін сіз кімсіз, қай жердесіз, и ақша жинауды үйренеміз. Қаржылық сауаттылық деген бізде, мен прям осы сала менің екеніне тағы да бір көзім жетіп жүр. Қаржылық сауаттылық туралы көп нәрсе айтқым келеді. Өйткені бізде жастар да, 40-қа келген адамдар да ақша жинауды дым түсінбейді, білмейді, и тереңірек айтпайды. Мен осы ақша жинауды дұрыс жасағандықтан осынша пәтерлерге қол жеткізіп, еңбегімнің жемісін көріп жүрген адамдардың бірімін. Біздің кезімізде Инстаграм, ТикТок ондай ештеңе болмаған, қазіргі депозиттерде болмаған, қыздар. Қазір мен сіздерге бір керемет бір кеңес айтам. Ақша жинай алмайтын, мысалға мен сияқты сауда істеп жүрген, мені көп адам сауда істеп жүрген адамдар көреді. Мен білемін, өйткені мені көп кәсіпкерлер таниды. Сауда істеп жүрсіз, давайте битейік. Жоқ болса депозит ашамыз. Осы жерде Каспийді мақтап кетейін. Каспийде бізде қазір ала алмайтын депозит ашылған 17%-пен. Алдында Каспийге саласыз, любой уақытта. До того сонда адам өз-өзін игере алмайды ғой адамдар.
депозитте ақшам тұр ғой дейді да, шешіп ала салады. Енді Каспий датабы күшті болып кеткен, ақшаңызды шешіп алмайтын депозит ашып қойған. Енді соған сіздер 6 айға қанша уақытқа ограничение қоясыздар, 1 жылға ақшаны мүлдем шешіп аламайсыздар. Только саласыздар, бетіне қарап отырасыздар. Болды, аламайсыз ол ақшаны. Давайте осыған келейік. Если первоначалкаңыз жоқ болса, депозитке ақша саламыз, жинаймыз, мақсат қоямыз. Мен 1 бөлмелі, 2 бөлмелі пәтер аламын. Ақша жиналады. Аллахтың қалауымен сіз амалын жасайсыз, жұмысыңыз жасайсыз. Қыздар, аспаннан визуализацияны жасап қойып, аспаннан қарша нөсерше жаңбырлатып, ақшалар жауып жатыр деп отыра бермейміз. Амалын жасап, жұмыс жасаймыз. Барлық еңбектің, бүкіл миллионердің, бүкіл жетістікке жеткен адамның артында еңбек жатыр. Көрінбейтін еңбектер көп. Мен қазір 1 бөлімде, 2 бөлімде айтып жатырмын еңбектерімді. Солай келген барлық нәрсе. Өте үлкен қиындықтар болған. Енді ютубқа барлығын сыйдыру мүмкін емес, мүмкін болашақта айтатын болам. Қалай маған келеді, енді айтып отыратын болам. Сіздердің мүмкін комментарияға астына жазып отқан сұрақтарыңыз болса, көкейлеріңіздегі бір білінбей мен жеткізе алмай жатқан нәрселер болса, прям жазып отырыңыздар. Енді депозитке ақша жинап жатырық, первоначалка бар қолымызда. Қазір BI компаниясында, бүкіл компанияда бар ол нәрсе. BI компаниясын айта берейін сіздерге, мен жақсы өзім білемін. 10%-пен, 20%-пен, 30%-пен сіз первоначалка құясыз. Енді вот осы ақшасы жоқ, ақша жинай алмайтын адамдарға прям 180, 100 демей-ақ қойын, 180%-бен котлованды сіздерге советую. Өйткені чем үйсіз квартираға төлеп жүргеннен көрі, сіз ақшаны котлованға құйғаныңыз жақсы. Сізде мақсат тұр, первоначалка құйдыңыз, 2 бөлмелі үй сізді прям жылт-жылт етіп күтіп тұр. Сіз точно ұйықтамайсыз. Жаңағы күндізгі 11-ге дейін, 10-ға дейін ұйықтап жатпайсыз. Мен ұйықтайтын адамдарды вообще жақсы көрмеймін. Өзім ұйықтай алмаймын. Енді мен ұйықтай алмаймын, мен Дендропаркте жүрем деп мен тағы мақтанбай қойын, но бірақтан ол жерде де үлкен бонус бар, үлкен инсайттар келетін уақыт. Оны да бір бөлек блокқа түсіріп айтам деп ойлаймын. Өйткені қыздар, котлован сіздерге арналған. Ақшасы жоқ адамға вот котлован адамға арналған. Сіздің ақшаңызға жинаймын, ақша құямын, үйлі боламын деген сізде мақсат тұрады. Ай сайынғы түскен табысыңызды рассрочкада ай сайын төлесеңіз болады, квартальный төлесеңіз болады, немесе кілтін алатын кезде берсеңіз болады. Бірақ енді ол кілтін алатын кезде беретін прям үлкен бизнесмендерге арналған. Ақша жинай алмаймын, ақшам жоқ деген адамға ай сайын немесе квартальный төлеген өте тиімді. Сонда сіз 2 жылдың ішінде қыздар 30%, 10%, 20% первоначалка құясыз. Міне есептеп бере салайын сразу. 2 миллионыңызды, 4 миллионыңызды первоначалкаға құйдыңыз. Енді қалған 20 миллионның 18 миллионын, 16 миллионын сіз 24 айға шашып тастасаңыз, дымда ақша шықпайды қыздар. Зато сіздер үйлі боласыздар. Қаншама үйім жоқ деген энергиядан айырыласыздар қыздар. Жұмысыңыз прям 180%-ға көтеріліп, жұмысыңыз жүріп кетеді. Өйткені сізде бойыңызда үлкен бір күш пайда болады. Аллахқа деген сеніміңіз артады. Өйткені амалыңыз көбейеді. Мүмкін магазин жасап жатсаңыз, ассортиментіңізді көбейтесіз. Өйткені осы ақшаға келіп бүкіл нәрсе тіреледі ғой қыздар. Ақша күйіп кетпесін деп біз бүкіл нәрсені жасаймыз ғой. Вот сол кезде сіздер ұйқыңыз да ашылады, жұмысыңыз да барлығы жүре бастайды. Бірінші шаг осы деп ойлаймын. Тағы да маған сәттілік тілеп, комментариялар жазып, сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Егер де BI компаниясынан үй аламын, жұмыс жасаймын, бірінші үйімді аламын, жоқ бизнес бастаймын десеңіздер, мен бармын, мархабат, сіздерді кері байланыс беруге дайынмын. Солай қыздар, маған сәттілік, сіздерге де сәттілік. Үйлі болыңыздар, әр қазағым бай болсын.